Қазіргі көп ұлтты Қазақстанда ұйғырлар мен дүнгендер де өмір сүріп жатыр. Ұйғырлар мен дүнгендер Қазақстанға қалай келді? Сіз ол туралы білесіз бе? Білгіңіз келсе, соңына дейін тыңдаңыз және де маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. 1881 жылы Қытай мен Ресей империясының арасында Санкт-Петербург атты бейбіт келісім шарт жасалады. Бұл Ресей мен Қытай империясы арасындағы Іле мен Жетісудағы шекараны белгілеген тарихи құжат. Шарт бойынша Ресей Қытайға Іле өңірін қайтарды. Бірақ аумағының бір бөлігі Ресейде қалды. Ал жергілікті тұрғындар ұйғырлар мен дүнгендерге Ресей империясының аумағына көшуге рұқсат етілді. Қазақстанға көшіп келген ұйғырлар мен дүнгендердің саны бірте-бірте арта түсті. 1897 жылғы санақ бойынша қазақ жеріндегі ұйғырлардың саны 56 мың, ал дүнгендердің саны 14 мыңға жетеді. Қоныс аударушылар негізінен Жетісу аумағы, Верный мен Жаркент уезіне орналастырылды. Ұйғырлар мен дүнгендер егіншілік, бау-бақша өсіру, ұсақ-түйек сауда жасау және тағы да басқа кәсіп түрлерімен айналысты. Жергілікті халықпен ұйғырлардың дүнгендердің арасында тату-тәтті қарым-қатынас орнады. Әйтсе де қазақтардың жер мәселесінің қиындап, нашарлай түсуіне әсерін тигізді. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, лүпіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, келесі адамға жолдап қолдап қойыңыздар.